Бүгінгі ас мәзірінде селедка под шубой салаты. Видеомызды соңына дейін қарап, лайк басыңыздар. Біз бүгін керемет воздушный селедка под шубой салатын дайындаймыз. Ол үшін бізге мындай үлкен селедканың бір жартысы болады. Жартысын тазалап, дайындап, турап дайындап қойдық. Қылқандарынан бәрінен тазартып. Сонымен қатар картоп, морковь, жұмыртқа, свекло бәрін алдын ала қайнатып алдық. Майонезімізді осындай кондитерский мешокқа тұзын бұрышын қосып дайындап қойдық алдын ала. Енді осы селедкамызды тарелкаге бір келкі етіп жайып шығамыз. Осы салатты жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, воздушный болып. Міне біз селедкамызды жайып шықтық, равномерно қылып. Енді осының үстіне картопты теркіден өткізетін боламыз. Картопты осы үлкен, барлығында осы үлкен көзінен өткіземіз. Картопты, морковьті, свеклоны барлығын осы үлкен көзінен өткізетін боламыз. Картопымызды теркіден өткіздік. Оларды жайлап, осылай қатты баспай, равномерно қылып жайып шығамыз. Сонан соң алдын ала дайындап қойған майонезімізді үстіне осылай жүргізіп шығамыз. Осы майонезді осындай кондитерский мешокпен немесе целлофанға, кондитерский мешок болмаса целлофанға салып жағуға да болады. Салаттың воздушный болып шығу үшін осылай жаққан дұрыс. Оны қасықпен жақса салат басылып қалады. Екінші міне көріп отқандарыңыздай сәбізді теркіден өткіздік, дәл солай. Екінші слой сәбізді өткізіп болғаннан кейін тағы да майонезді жағып шықтық. Міне осылай майонезді барлық жеріне осылай жағып шықтық. Енді бізде келесі слой свекло. Свеклоны да дәл осы картоп пен морковь ұқсатып, теркіден өткізіп шығамыз. Свекломызды да өткізіп болдық. Келесі кезекте майонез тағы да. Майонезімізді жағып шықтық. Енді ең соңғы слой бізде жұмыртқа. Жұмыртқаны үккіштен өткіземіз. Негізі бұл жерде жұмыртқаның сарысын да істесе болады, ағын алмай-ақ. Ағы сливать етіп, жұмыртқа бұл жерде оформление үшін керек көп жағдайда. Ағы мына майонезбен сливать етіп, онша көрінбей қалады. Сарысы әдемі болып тұрады, сарысын. Оны мына теркінің жіңішке көзінен өткізесіздер, кішкентай көзінен өткізесіздер теркінің. Салатымыз осындай әдемі болып шықты. Аппетитный болып. Салатымыз жеуге дайын. Осылай істеп жеп көріңіздер, өкінбейсіздер, дәмі өте дәмді, воздушный. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.